Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 4 сыныптың 27 сабағы жанды су тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың құндылығы ақиқат, қасиеттері, шындық айту, басқалардан жақсылық іздеу, кішіпейілділік. Сабағымыздың мақсаты ақиқат құндылығы рухани адамгершіліктің бастауы екендігі туралы түсініктерін кеңейту. Осы мақсатқа сүйене отырып, мынадай міндеттерді алдық. Тек шындықты айтуға үйрету, басқалардан жақсыны көре білуге баулу, оптимистік, кішіпейілділікті тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды балалар өзін-өзі тану пәнінің ережесі 5-ті ережесімен бастайық. Бірге қайталаңыздар. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Ендеше үй тапсырмасын есімізге түсірейік. Үй тапсырмасына осы 25-ші сабақтағы 3-ші тапсырманы орындау және 116-шы беттегі тоғай ішінде мәтінін оқып келу берілген болатын. Осы мәтінге байланысты мына сұрақтарды қойғым келіп отыр. Балалар, тоғайға не үшін бармақшы болды? Тоғайдың кішкентай тұрғындары неліктен қарсылық білдірді? Олардың әрекетін қалай бағалар едіңдер? Табиғаттан не үйренуге болады? Тазалық, татулық. Сабағымыздың дәйек сөзі: бұлақ көрсең көзін аш. Кәнеки балалар, есте сақтап қалу үшін менімен бірге қайталаңдар. Бұлақ көрсең көзін аш. Тағы да: бұлақ көрсең көзін аш. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Бұлақ суы деп жер асты суларының жердің бетіне өздігінен шоғырлана шығатын суды айтады. Көбінесе таулы аймақтарда кездесетін ондай табиғи судың ортаға тау болмағандықтан әр жерде әртүрлі айтады. Мәселен, еліміздің оңтүстігінде негізінен тұма, бастау десе, шығыста қайнар деп те атайды. Бұлақ суы әрі тұщы, әрі жұмсақ болатындықтан оны ауыз су ретінде мал суғаруда және бау-бақша баптауда да кеңінен қолданылады. Жайшылықта бұлақ суы өте суық болғанымен, кейбір жерлерде ыстық күйінде шығады. Ал ондай ыстық су кейбір шипажайларда түрлі ауруларға қарсы қолданылады. Бұлақтардың көпшілігі жерге сіңген қар, жаңбыр сулармен қоректенетіндіктен үздіксіз немесе үзіліспен ағады. Ал бұлақтың көзі ұзақ уақыт тазаланбаса, бітеліп қалатындықтан жер астындағы бағытын өзгертіп жіберуі де мүмкін. Балалар, мен сендерге мұғалім сыйы ретінде Балқаш көлі туралы аңыз ертегін тыңдауды ұсынамын. Айдың көлдің жағасында шылқыған бір бай өмір сүріпті. Оның Балқаш есімді сұлу қызы болыпты. Балқаштың сүйген жігіті кедей екен. Екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын халге жетіпті. Мұны білген бай нөкерлеріне әлгі жігітті ұстап алып, түн ішінде көлге батырып жіберуге бұйрық береді. Ғашығының өлімін естіген кезде бойжеткеннің көкірегі қарс айырылып, қатты қайғырыпты. Әкесі қызын көрші отырған байдың ұлына бермекші екен. Тойға дайындық басталады. Ертең той деген түні Балқаш көлге қарай жүгіріп, сүйгенімен қосылып, мәңгілікке бірге болу үшін тұңғиық суға секіріп кетеді. Осындай адал махаббаттың құрметіне жұрт көлді Балқаш деп атап кеткен. Енді осы видеоролик бойынша сұрақтар қойғым келіп отыр, балалар. Көлді не үшін Балқаш деп атап кеткен?
Өте жақсы балалар, ендеше ары қарай шығармашылық жұмысымызды жалғастырайық. Шығармашылық жұмысымызда біздің бүгінгі шығармашылық жұмысымыз оқулықтағы 119-шы, 120-шы беттегі 4-ші, 5-ші тапсырмаларды орында. Балалар, бұл тапсырмаларды өз бетімізбен орындаймыз. Келесі балалар, пайдалы ақпаратпен таныстыру. Мариковскийдің пайдалы ақпараты жайында аздап түсіндіріп өтейін. Адам табиғатсыз тіршілік ете алмайды. Табиғат адамды қайырымды, бір мақсатқа ұмтылған, сұлу жанды етіп тәрбиелейді. Ол денсаулық, шабыт және шығармашылықтың қайнар көзі. Ендеше балалар, топпен ән айтуға бізде «Жау-жау жаңбыр» әнін бәріміз бірге айталап айтайық. Жарайсыңдар балалар, ендеше үй тапсырмасына 27-ші сабақтағы көз ата бұлағы аңыз әңгімесін оқып келуді аламыз. Балалар, тыныс алуға зейін қоямыз. Аяу музыканы тыңдай отырып, аяқ қолыңызды айқастырмай, түзу отыруыңызды сұраймын. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз демалады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Демімізді сыртқа шығарғанда өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне ендеше дайындалайық. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымызды тізеге қоюға болады. Тынысымызды тартамыз, тынысымызды шығарамыз. Тынысымызды тартамыз, тынысты шығарамыз. Осылайша 10 рет тыныс алып, тынысымызды шығарамыз. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.